Негізі біз қандай мемлекетпіз? Халқымыздың, еліміздің, жұртымыздың өмірінің мәні күн көру болып кетті да қазірше. Әлеуметтік мемлекет емеспіз. Жетімін жылатқан, далада қалдырған, халқын ойламайтын, аямайтын үкіметтен тұратын мемлекетпіз. Бұл тактиканы өзгертпей, біз дамыған елдер қатарына кірмейміз. Халықтың көп бөлігінің бірі өмірінің мәні әйтеуір күн көру болып табылады. Адамдар өмір сүру үшін күрес пен тұрақсыздық режимінде олардың күндері балаларды қалай тамақтандырамын және қарыздарды қалай жабамын деген қорқынышпен өтуде. Өйткені халықтың 80% несие алып өмір сүріп жатыр. Бұндай жағдайда балаларымызды енді қарасаңыздар, қандай патриот қылып біз өсіреміз. Осы ЖК-лар салынып отыр, 9 этаж, 15 этаж вообще. Бірақ қарапайым халық квартирасыз жүрді, пәтер жалдап, жалдамалы пәтерде өмір сүріп отыр да. Осы ЖК-ларды кім алады деген сұрақта. 2023 жылы топ-12 құрылыс компаниялардың эксплуатацияға енгізілген тұрғын үйлерінің 7,7%, 7% сонда эконом класс екен. Ал қалғаны 92,3% ол комфорт, бизнес және элит класстарға жатады. Сонда елімізде бай адамдар бірнеше пәтер алып, оларды жалға беріп байып жатыр. Ал қалғандары өлместің күні кешумен арпалысып жүр. Осы жан-жақта болып жатқан қымбатшылықты, мына жан-жақтан қысып жатқан штрафты жоғарыда отырғандар қалай байқамайды, сезбейді, қарапайым халықпен сөйлеспей ма, оны қалай сезбеуге болады десем, олар қалай сезсін? Бізге қымбат болып тұрған зат оларға арзан ғой, себебі олардың айлығы. Какая ваша зарплата на сегодня? 1 миллион 900 тысяч. 1 миллион 900. Да. Довольно крупная, да, зарплата? Ну да, я знал, что вы будете задавать этот вопрос. Много раз обсуждают. Конечно. Ну вот скажу. Я как руководитель города администрирую 800 миллиардами тенге. Так, Это огромная ответственность? это огромная ответственность. Да. Ну а у вас же была эта ответственность и до того, как вам подняли зарплату столько. Да, но смотрите, ответственность увеличивается.